орындаған аудандық ұлттық халықтық ұлт-аспаптар оркестрі дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Тынышбек Исаев. Киелі Пірбекет атамыздың нұрына малынған жылой әсем әнмен шалқыған күйдің мекені. Мұнда өнер шыңына талпынған, үндері құлақтан кетпес, туған жерімізді әнмен тербеген, сыңғырлаған әсем әуездерін көк құшқан аққулардың қанатына іліп, ел жұртына тек жақсылық арнаған, жаны нәзік, жыры азық есімдері жүректерде жазылып қалған небір дүлдүлдер мен бұлбұлдар, қалықтап шыққан тума хасталан өнер тарландары өмір кешкен. Олар халқымыздың рухани мұрасының айрықша бір саласы, ән мен күйлерін, термелерін бізге аманат қылып жеткізе білді. Олардың өлмес рухына ішіңнен сүйсініп, еріксіз тебіренесің. Келер ұрпақ асылдарын ұмытпай, қызғылықты да иірімі мол тағдырына тереңірек үңіліп, жан дүние байлығын жинаса деп тілейсің. Олай болса, бүгінгі Қазақ ССР-ның мәдениет қайраткері, Қазақ ССР-ның халық ағарту ісінің озық қызметкері, белгілі сазгер, термеші, ақын Манап Ғалимұлы тірі болса 75 жасқа келер еді. Бүгінгі кеш осы ардақты азаматымыздың өмірден озғанына 20 жыл толуына орай өздеріңізге арналып отыр. Ендеше қош келдіңіздер, қымбатты бүгінгі кештің қонақтары және қымбатты жылойлықтар. Ардақты ағамыздың тамаша тағылымды тағдыры небір үлгі боларлықтай деп айтып кеттік жаңа. Ендеше осы Манап Ғалимұлының өмірбаянына кішкене тоқталсақ. Туған жерімізге жоғарыда айтқан әз өкілінің бірі Атырау өңірінің мақтанышы, қалың жұртқа танымал Адайдың дүлдүл ақыны Сүгірұлы насихаттың туған жиені Манап Ғалимұлы тумысы бөлек жан еді. Оның өнердегі тынымсыз ізденісіне қазақтың біртуар ұлы, асқан таланттың иесі Ілия Жақанов кезінде жылы лебізін білдірген. Манап Ғалимов Атырау облысы Исатай ауданы Орпа ауыл советінде 24 наурыз 1938 жылы дүниеге келген. 1954 жылы Чкалов атындағы орта мектепте аға пионер жетекшісі болды. Орал қаласындағы Пушкин атындағы мемлекеттік педагогикалық институттың қазақ тілі, әдебиеті және тарих мамандығы бойынша бітірген. Мақат ауданының Белинский атындағы мектебінде Дасор мектеп интернатында мұғалімдік қызмет атқарды.
Сарқамыс орта мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, Крупская орта мектебінде, Қамыскөл мектеп-интернатында директорлық қызметтер атқарды. 1982-87 жылдары Ембі аудандық мәдениет бөлімін басқарды. 1987 жылы аудандық методикалық кабинетте методист, 1988 жылы Ембі аудандық атқару комитетінде, 1990 жылдан өмірінің соңына дейін аудандық кеңестің іс басқарушысы болып қызмет атқарды. Орал қаласында марксизм-ленинизм кешкі университеттерін бітіріп, Октябрь туы газетінің штаттан тыс тілшісі қызметтерінде атқарды. Ембі аудандық мәдениет бөлімінің облыстық халық депутаттарының облыстық советінің грамоталарымен марапатталды. Еңбек ардагері, ерлік еңбегі үшін Лениннің туғанына 100 жыл толу құрметіне, Ұлы Отан соғысына 40 жыл медальдарымен, социалистік жарыстың жеңімпазы белгісімен, бүкілодақтық фестивальдің лауреаты дипломдарымен марапатталды. Қазақ ССР мәдениет қызметкері, Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкерінің айшықты өмір жолдары міне осылай өріледі. Ендеше тағы да қош келдіңіздер. Аудан әкімінің бірінші орынбасары Өмірбаев Нұрадин Жұмашұлын алғашқы сөз кезегіне шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті осы алыстан келіп жатқан, Жылойға келіп жатқан қонақтар, арнайы кешке арнап келіп жатқан қонақтар. Жылой ауданының төл перзенті, облыс аудан халқына танымал болған азамат Манап ағамыздың 75 жылына арналған еске алу кешіне бас қосып, өздеріңізбен Манап ағамыз туралы естеліктермен бөлісуді ерекше құрмет деп білемін. Манап ағамыз өз заманында елдің мүддесі үшін еселі еңбек етті. Сондықтан да олар аудан жұртшылығының кезінде бірге қызметте болған азаматтардың жақсы пікірлерін, естелік әңгімелерін бұрында көптеп естіп жүргенбіз. Өмір жолын орта мектепте аға пионер жетекшісінен бастап, мектеп-интернаттың мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі, мектеп-интернаттың директоры, Ембі аудандық мәдениет бөлімінің бастығы, Ембі аудандық атқару комитетінің іс басқарушысы лауазымында жауапты қызметтер атқарған Манап ағамыздың еңбек жолында көпке өнеге. Халқымызда жақсының артында ұмытылмас аты қалады, ғалымның хаты қалады, қанатты сөзі бар. Манап ағамыз ауданның мәдениетін дамытуға өз үлесін қосып, аудандық қоғам аспаптар оркестрін беделін асқақтатып, өнер сүйер халыққа паш еткен азамат. Осындай өзінің өрелі істерімен танылған Жылойдың біртуар азаматына деген халықтың құрметі ерекше. Бүгінде Жылойдың төрінде жерлестерінің, ағайын туыстарының, замандастарының ортасында Манап ағамыздың 75 жылдығына орай еске алу кешінің ұйымдастырылуы соның тағы бір дәлеліндей болды. Өзі өмірден өтіп кетсе де, алдымызда осындай үлгі ететін ағаларымыздың болғанын біз мақтан тұтамыз. Өнегелі еңбек жолын кейінгі жастарға үлгі етіп айтып жүреміз. Азаматтардың абыройын асқақтатып, биігіне көтеріп білген елдің ғана мәртебесі жоғары, беделі бекем деген сөз бар. Ауданымыз үшін қандай да бір салада абыройлы еңбек еткен азаматтардың өмір жолын дәріптеу кейінгі ұрпақтардың парызы деп білеміз. Осы шараға бастамашы болып, қолдау білдірген жанұясына, соның ішінде баласы Нұрсипат ағамызға атсалысқан ел азаматтардың шынайы ризашылығымызды білдіремін. Манап ағамыздың рухы әрқашан баршамызды желеп жүрген. Рахмет. Осы Манап ағамыздың кешін өткіземін деп жылда осы кешін өткізіп жүрген баласына Нұрсипатқа аудан әкімінің атынан, аудан әкімі қазір еңбек демалысында болуына байланысты өз атынан алғыс хат дайындаған және Нұрсипат ағамызға, Шапан апамызға камзол сыйлығы бар. Қошемет көрсетіп бүгінгі кешіміздегі сахна төріне шақырады.
тағы да бүгінгі кешіміз құтты болсын. Аудан әкімімен жаңа таңертеңде сөйлескенмін. Бүгінгі кеште өзінің болатын жерімет деп айтып жатыр. Сіздерге барлықтарыңызға доғай-доғай сәлем айтып жатыр. Осы алыстан келетін азаматтармен кездесіп, бір сөйлесіп қалатын жерімет деп айтып жатыр. Рахмет сіздерге, рахметін айтамын. Аудан әкімінің алғыс хаты, енді бұны оқып жатудың қажеті жоқ деп есептеймін. Апай үйде отбасымен, бала шағалармен отырып өздері оқып танысады. Қошеметтеп қояйық. Мектебінде ең алғаш домбыра оркестрін құрды. 1984 жылы Қазақстанның бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты Құлсары поселкесіндегі Іңкәр мәдениет сарайында алғаш рет қарсы алып, Жылой ауданының оркестрімен, Жылой өнеріменен таныстырған еді. Жақсылығын айт, нұры тасын демекші, ендеше тағы да осы ағамыздың адресіне арналған жылы лебіздерге кезек берейік. Аудандық мәслихат хатшысы Кенғанов Мұхтар Мұрынбайұлын сахна төріне шақырайық. Құрметті жерлестер, ауданымыздың қонақтары, жаңа енді Галимов Манап азаматтың өмірден өтсе де, 20 жылдығына еске алу асын ұйымдастырып атқан ұл-қыздары бар, жолдасы бар, ағайын тумасы бар. Барлығында баршаңызға осы аудан халқынан рахметімізді айтамыз. Өл жебілмей тірі байымайды деген қазақта аталы сөз бар ғой. Енді ол кісінің өмір жолын жаңа оқып шықты жүргізуші. Енді ол өзі біздің ауданымыздың білім беру саласында ұзақ жылдар жемісті еңбек етті. Сонымен қатар ауданымыздың мәдениет бөлімін басқарып, ауданымызды басқа облысқа, республикада танытқан еңбектерін әлі ешкім ұмытқан жоқ. Сондықтан да ол кісінің жатқан жер жайлы болсын. Ендігі жерде ол кісінің соңында ұл мен қыздары қалды. Оларды оқытты, тоқытты, солар азамат болып, ел қатарына қосылып, ат жалына тартып мініп, өзіміздің экономика еліміздің өркендеуіне өзінің әр жерде еңбек етіп, табысты еңбек етіп үлесін қосып жүргеніне жүректен рахмет айтамыз. Енді мынау бүгінгі осы кісінің ұлы Нұрсипат Манапұлына біздің аудандық мәслихаттардан алғыс хатымыз бар. Бұл да әкесіне тартып жаңа жақсы еңбек етіп, сонымен қатар жастайынан спортпен айналысып, жақсы көрсеткіштерге жетті, еңбек етті, мұнайшы болды. Әкесінің үмітін ақтады деп есептейміз. Сондықтан да осы шараның өтуіне ықпал еткен осы сізге де мынау ұлы Нұрсипатқа да рахметімізді айтқымыз келеді. Әрқашанда осы ұрпақтар сабақтастығы үзілмесін дегіміз келеді. Манап Галимов Алматы қаласында өткен облысаралық түрлі айтыстарға қатысып, терме конкурстарына қатысып, теледидарға түсіп, жүлделі талай орындарға ие болды. Өз жетекшілігімен Ембі аудандық халық аспаптар оркестрін басқарып, Алматыға апарып, бұл оркестрді өнер сүйер халыққа танытты. Туған нағашысы Насихат Сүгірұлының термелерін жырлап, республика көрермендерінің алдында өз өнерін көрсетті. Қазақстан ұлттық телеарнасындағы Алтын қорға Манаптың көптеген бейнетаспалары тапсырылды. Тағы да кезекті құттықтауға бергіміз келеді. Сахна төріне Жылой мұнай-газ өндіру басқармасының бас инженері Адаев Серікке сөз кезегі беріледі. Құрметті қонақтар, құрметті жойылықтар, бүгін міне Манап ағамыздың 75 жас толу рәсімі тірі болса деп, өзінің дана дүниеге 20 жыл болып еске алу рәсімін мына балдары Нұрсипат
апай жасап жатыр екенсіз. Бұл енді бала өмірге келгесін өзінің әкесі өсірді, өндірді, оқытты. Енді мына бала өзінің әкесінің еңбегін ақтап, осылай мына халыққа әкесінің еске алып рәсімін жасап отыр екен. Сондықтан Нұрсипат, біз ағайды тона сарғамыстан білеміз. Білгенде біз бала болдық, енді мектепте біздерде зауыш болды деп жатыр. Енді ағаларымыз, апаларымыз соны көрді. Енді біз Нұрсипатты бала кезімізде бірге болып, енді айтатыным осы, көп-көп рахмет Нұрсипат. Осы әкеңді ұмытпай, осы халыққа өзі көптеген еңбек етіпті. Жақсы манаға айтып отыр, өрдіндерді алып отыр, Ленин өрдін алыпты. Енді семьяңызға бақыт тілейміз, апай, осы балдарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Біздің алғыс хатымыз бар сізге. Бұның ішінде де ағайдың өмір баяны, қандай ұстаздар дайындаған бәрін осы хаттың ішінде өзіңіз үйге кешке барып телевизордың алдында балдарыңызбен бірге осы оқырсыз. Рахмет. 2008 жылы республика көлемінде Құлсары қаласында Манапқа арналған жүректе мәңгі есімің атты мәдени үлкен кеш өткізілген болатын. Оны ұлы Нұрсипат әкесіне арнаған кітабын тағы қоса шығарған болатын. Қазақстан Атырау телеарнасында мәдениет ұлағат бағдарламаларында оның жарқын бейнесімен өмір жолдары көрсетілді. Ендеше осындай үлкен азаматтар үшін мақтану біз үшін үлкен абырой, қымбатты ағайын. Тағда сахна төріне құттықтаудың кезегін шақырамыз. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Жылой аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жақашев Үмбетқали Құсайынұлын шақырамыз. Құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, осы жиынға қатынасып жатқан. Енді біздің алдымызда жаңа барлық өмір баянымен таныстырып жатыр Манап ағамызды. Енді бәріңіз де білесіздер, осында отырған ағайындары бар, жұмыстастары бар. Манап ағамыздың қандай болғандығы, қандай абыройменен еңбек еткендігі мәдениет бөлімінде және өзінің ұстаздық жолында ұлағат ұстаз, көпшілікке танымал, тек қана біздің ауданымыз емес, облысымызда, республикамызда атағы шыққан үлкен дәрежелі ағамыз деп есептейміз. Сол ағамыздың осы өмір жолын және де осындай бүгін кешті ұйымдастырып жатқан мынау баласын Нұрсипатқа біз енді шексіз алғысымыз шексіз, себебі оны насихаттап осында жарыққа шығарып, кітап шығарып, ол бір үлкен еңбек деп есептеймін. Сондықтан да Нұрсипатының саған осы біздің Жылой аудандық Нұр Отан халықтық партиясының атынан алғыс хаты бар, соны табыс етіп болса деді. Уақыттан барлығы да жаңа айтып жатыр, алдымызда шыққан азаматтар. Барлығы да осы жазылды Нұрсипат сериенің бөлім, бақаның бөлім барлығы жақсы абыройлы болып, ауданға қауып еңбегі зор еді. Ұстаз, тәлімгер, сазгер, әнші, термеші, Манаптың есімін, оның қоңыраулата салған қоңыр әуенін, сыбызғы үнін білмейтіндер кемде-кем шығар. Оның мол мұрасы бүгінгі және ертеңгі ұрпақтың еншісінде. Талантқа тағзым етіп, оның рухымен жігерлену, өнерді сүйген халықтың абыройлы борышы деп білеміз. Ұзақ жылдар ұстаздық жұмысын абыроймен атқарып, болашақтың тұтқасын ұстап, әрі қарай жалғастырушы, жас ұрпақты тәрбиелеуде елеулі үлес қосқан Манап Ғалимұлының есімін мәңгі есте сақтау үшін Жылой ауданында көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылып жатыр. Оның айғағы бүгінгі осы өздеріңіз келіп отырған кеш деп білеміз ағайын. Тағы да бүгінгі кеш сіздер үшін алдарыңызда аудандық халықтық ұлт аспаптар оркестрі. Айтқали Жайымов, Жайық толқыны.
осы бүгінгі еске алып отырған ағамыздың ағайыны, көрнекті мемлекет қайраткері, қазақтан шыққан алғашқы генерал Закаш Камалидинді бір қол соғып қошеметпен орнынан тұрғызса. Еріп, қымбатты Нұрсипат, қымбатты Манаптың балалары, немерелері, туыстары, ағайындар, бүгін мынау бір Манапты еске алатын кеш деген тамаша өтіп жатыр. Нұрсипат мені әдейі Алматыдан шақырып, мені Алматыдан келіп отырмын. Мынау Манап туралы айтқанда айтты. Орпа деген жерде туған құмда, мен де сол Орпада туған адаммын. Орпа деген жерде 3 колхоз болды. Ворошилов атында, Қызыл Қазақстан атында, Правда колхозында. Соның біз Ворошилов колхозында өскен адамдармыз. Осында менің туыстарым отыр. Абат Кенжеғалиев, ол да мінекей Орпадан. Мынау Қамза менің нағашым, бұл мінекей Торыл құдымнан. Осында көптеген туыстар, құдалар, Нопағаттан, Аққыстаудан, Махамбеттен келіп отыр. Сондықтан мынау Манапқа сүйіспеншілік деген жыл сайын өсіп келеді. Біз енді, мен ол жігіттің үлкен талант екенін көрген адам. Біздің үйге талай келіп, домбыра тартып, Зері деген жеңгесін қуантып, әңгіме соғатын, домбыра тартатын, өлең айтатын. Мынау жаңағы апасы, жеңгесі, ол да Қаратонда мектепте істеген, ол уақытта Сталин атындағы мектеп болатынын, артынан Крупская деп аталыпты. Сол мектепте, сол кім Манап директор болған, жаңа айтылған, бұл енді оқу саласының үлкен үздік адамы. Білім берген балаларға. Ол тек бір сала. Бұл жаңағы ұстаздық сала. Екінші сала өнер. Өнерді жаңа сіздер айттыңыздар. Сүгірден бастап, насихаттан бастап, мінекей нағашылардың мынау немерелерді берген өзінің қасиеті. Қасиетті адам. Оның енді домбыра тартуы деген енді естен қалмайды. Сондай тамаша, өте дарынды айтады, тартатын. Сол Манапты біз әр уақытта еске аламыз. Сондай домбырашылар қайда? Қазір мен айтамын, осында мен комсомолда жасадым. Жаңағы бірінші күйі комсомолдың күйі Тоқсанбай Құлтубиевті мен аудандық комсомол комитетіне шақырып, біз Атырауға жүрейік деп жатырмыз, Гурьевке. Фестиваль болады. Сонда біз күй тартуымыз керек. Соған бір күй шығарып берші комсомолға деп өтініш айттым. Сол күй сонда шығарылған. Тоқсанбайдың күйі. Енді Манап туралы жаңа айтылған сөздер бәрі келеді. Дарынды адам. Мынау қазір енді балаларына, немерелеріне тартып, болашақта жаңағы Нұрсипаттың балаларынан, жаңағы Манаптың немерелерінен осындай таланттар шығады деп ойлаймын. Енді сіздер көпшілігіңіз білмейтін боларсыздар, мұны кеше келіп, бүгін біз мына Қамза іншегімізбенен Манаптың үйіне қонып шықтық. Біраз әңгімені түнгі сағат 1-ге дейін отырып, Зеріпті тыңдадық, Нұрсипатты тыңдадық. Мысалы, маған өте жаңалық, Манаптың 2 қызы шетелде. Біреуі Қытайға шығыпты, біреуі Ағылшынға шыққан. Енді ондай бұрын Құлсарда болды деп мен естіген жоқ едім. Сол балаларға мына біздің келініміз Зеріп барып, кәдімгі айлап жатып, келіп, жаңа құдағайын, Қытайдан келген құдағайын мақтап отыр. 85-ке келген өзі за рулем машина береді.
үкіметтен бір тиын ақша алмайды, өзі тапқан Америкаға береді. Өте тамаша адам деп мақтап отыр. Сондықтан мінекей Манаптың ұрпақтары шетелде, Калифорнияда жүріп жатыр. Ертең олардан немерелер келеді, шөберелер, жиендер келеді. Солардың адам болғанын біздер өскендерін көрсек, болашақта серіп шақырып осы жерге Құлсарыға келсе, күйеу балалар келіп көрсе, ол да бізге өте тамаша болар еді. Сондықтан мына Манаптың енді осы жолы тамаша. Енді комсомол туралы мен сіздерге айтайын, мынау үй мен үшін киелі. Мен Қаратон деген жерге 58 жылы Мәскеуде мұнай институтын Губкин атындағы бітіріп келіп, Қаратонда жұмыс жасадым, нефтекачкіден жұмыс жасап, Тереңөзекке цех бастығы болып ауыстым. Хамид Ғабдуллин деген ағамызбен бірге істедім. Ол сол мұнайда жүрген жерімнен мені комсомолға шақырған үлкен менің ұстазым, үлкен еліміздің үлкен азаматы Нұртас Оңдасынов. Облыстық партия комитетінің бірінші секретары шақырып, өзі мені комсомолға жіберді. Осында Ерғожа Таубанов деген азамат болды. Сол кісіге мен келіп сөйлесіп, 3 күн жүріп, келісім бермей кеткенмін. Өйткені сені аспирантураға шақырамыз деп қалған, үздік бітірдің мұнай институтын деп. Сосын, мысалы енді ол уақытта мысалы таңғаласың. Мен әлі партияға өткен жоқпын, тек арыз ғана беріп қойғанмын, комсомол мүшесімін. Обкомның бірінші хатшысы 20 жастағы мені шақырып, айналайын, сен комсомолға бармағаның дұрыс болған жоқ, баруың керек. Мен мысалы Нұрекең өзінің өмір баянын айтты. Мен жетім өскен адаммын. Түркістанда жалғаяқ жүредім, көшеде ойнап, балалармен бір кісі келіп менің желкемнен ұстап алып, атың кім? Атым Нұртас. Сен оқисың ба? Жоқ, оқымаймын. Не оқымайсың? Мен жетіммін. Тоқтат мені кісі жоқ. Оқым келе ме? Келеді. Онда жүрмеймін мен. Алып кетіп Ташкентке апарып оқуға түсірген бұл Ғани Мұратбаев. Жастардың көсемі Ғани Мұратбаев. Ғани Мұратбаевтың былтыры 110 жылдығын атап өттік. Ғани Мұратбаевты біліп қойыңыздар. Бұл жастардың көсемі 25 жаса өмір сүрді. Соның ішінде Самарқан обком комсомолын, Орталық Азия комсомолын басқарған, коммунистический интернационалға бөлім бастығы болған, съезде Ленинді тыңдаған. Сондай адам қайтыс болғанда Лениннің шәкірті Подвойский келіп сөйлеген Ваганько мәйтінде сонда былай деген ой: «Погасла звезда Востока» деген. Вот сондай талант бүкіл жерісі Югославия, Италия комсомолдар келген. Сондай адам жаңағы Ғани Мұратбаев. Біліп қойыңыздар. Мен сол Ваганькова жаңағы Ғанидың жатқан жеріне памятник жасадым. Барып аштым, тежелікті комсомолдың басшыларын шақырып 300 адам береді. Сонда ашып, сол үлкен жақсы памятник болды. Содан кейін 8 жылмен комсомолды басқардым, бірінші хатшы болып. Сондан Ғаниге мен Алматыда ескерткіш жасаттырдым. Ол қазір оқушылардың сарайында тамаша ескерткіш тұр. Біз жылма жыл 29 қазанда комсомолдың туған күнінде бәріміз барып Ғанидың алдына гүл қоямыз. Сондықтан Алматыға барғанда Ғаниге барып гүл қойып кетіңіздер. Көріңіздер, балаларды жастарды тәрбиелеу. Ғанидың көсемділігі, Ғанидың білгіштілігі ол енді ерекше. Мен мысалы шетелді көп аралаған адам, 9 елде болдым. Соның ішінде мына Латинская Америкада, Чилиде, Мексикада, Перуда, Эквадорда болдым. Сонда барлық жерге барғанда митинг өткізгенде, барлық жерде Че Гевараның портретімен жүреді, Че Гевараның кепкісімен жүреді, Че Гевараның суретімен жүреді. Ол жастардың көсемі, Че Гевара деген. А бізде неге Ғани көсем болмайды? Біз неге оны көтермейміз? Біз неге оны ұмытаймыз? Мен айтам, мынау үлкен жаңағы сарай, үлкен тамаша мәдениет үйі. Менің өмір комсомолда өмір жолы осында басталды. Осы залда жүздеген комсомолдар мені аудандық комсомол комитеті бірінші қылып сайлап,
20 августта 59 жылы. Осыдан 54 жыл болды. Осы жерден мен өстім. Мына қазіргі акиматтың бірінші этажында мынау сол жақта екі терезе тұр. Бүгін сырттан көріп кеттім. Сол менің кабинетім. Сонда отырып, жұмыс жасадым. Бұл жаңағы мынау жилой елі деген. Кең жилой деп неге айтылады? Кең жилой. Кең. Бұл кең жилой деген жатқан үлкен алып, тамаша адамдар өскен. Кең жилойдан үлкен мұнайшылар шыққан. Бұна қазір 21 күні, мен мысалы сіздерге көрсетейін деп әдейі алып келдім мінекей. Шақыру беретін әкел мінекей. Мынау Нұрлан менен Нұрберген Балғыбаевтар мені шақырып, 21 күні Өтеп Балғыбаевқа 95 жыл толады. Соны Атырауда тойламақ. Өтекең осында аудандық партия комитетін басқарды. Өтекең үлкен отан соғысына қатысқан ұшқыш адам, летчик, тамаша. Балалар өсіп, мінеге Нұрланды білесіздер, Нұрбергенді білесіздер, Балғыбаевтарды, Салтанатты білесіздер, Мақашты білесіздер, Жонасты білесіздер. Солардың бәрі Балғыбаевтар. Балғыбаевтар династиясы осы жерден өскен. Тамаша. Тамаша адамдармен көп мен еңбек жасадым. Мынау аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Өтейсінов Рахмет ағамыз жасады. Өтейсінов ағамыз бұл енді атақты мұнайшы, біздің үйісті бітірген. Мынау Өзен қаласын салған, Өзен мұнайын игерген адам. Енді мен сіздерге айтайын, бүгін де той болып жатыр. Өзенде Марабаев Нәсіпқалидың 75 жылдығы. Бүгін өтіп жатыр, бүгін ертең болады. Мінекей, тамаша 275 екі таланттың, бір күнде біреу Маңғыстауда, біреу мінекей Атырау елінде өтіп жатыр. Сондықтан осында менің көптеген тамаша достарым бар. Жаңағы Болат Өтебаев бір оқыдық. Анау Наурызғали Бишимов, Мақсот Қыстауғалиев. Солар көптеген осында. Ал енді ар жағын айтсақ, Қарабаққан Кемеліктен бастап барлығы осы Маңғыстаудан деген Құлсардан, Жылойдан өскен азаматтар. Сондықтан мен әр уақыт еске аламын, біз мұнай саласының 100 жылдығын атап өттік. Мен мынау Дасторда алдыңғы жылы 11 жылы Дастордың 100 жылдығын атап өттік. Дасторда үлкен памятник жасалды. Памятник үлкен вышканың төбесінде мұнай ақып тұрған колба. Соған жаңа Балжан Құмардың баласы Асқар, маған аға, сіз елдің үлкен ағасыз ғой, осы памятник сен аш деп, мен соны аштым. Жаңағы лентіге. Дастор деген жер біздің отанымыз. Қарашүкіл мінекей сіздерде Жылойда шыққан. Мұнайдың ең бірінші шыққан жері сіздің ауданда. Сондықтан мен Жылой туралы айта берсем, бұл аңыз. Комсомолдан бір ғана пример келтірейін. Кеше мен мынау бірге істеген жақсы жолдасым Тасымханов Бағытқа барып шықтым. Ауырып қалған екен. Сол туралы бір ауыз сөз. Осында 60 жылы құрылыс салу үшін Украинадан Молдавиядан 400 бала келді. Училище бітірген. Училище оқитын болып осында алып келді. Сосын бәрін Қамыскөлге жатқыздық. Мен барып комсомол жиналысты өткіздім. Секретарь сайладық. Сода бір-екі күннен кейін көшеде тұрған біздің милицияның басшылары енді әр уақытта кішкене ойламай қалады ғой. Әлгі шетелден келген бір бала енді бір нәрсе қатты жауап бергенде алғанда автобустың қасында сабаған. Сосын тек бір бала жүгіріп, жаңа 400 баланы көтеріп, біз қазір милицияны басып аламыз деп, анау Қамыскөлден мына милицияға келіп, бәрін жаулап, жоғарыдағы жардың үстінде балалар отыр, тас лақтырып, ішінде мылтық атып, милициялары мылтық атып жатыр. Срочный порядке жаңағы Өтейсінов бюро жинады. Бюрода айтты, сенің жастарың, сен барасың, саған мен 12-дан берем. Милицияның бастығы, сот, прокурор, военком бәрін берді. Біз түнде тас қараңғы бардық. Енді сонда мен адамдардың қорыққанын көрдім. Мен жаңа кетіп баратырмын, анау бұрыштан бұрылғанда арабалар қарап жүргенде мен әлгі 12 нөкерім тақалып қалды, ары қарап жүрмей. Барып жаңағы фонарикті жағып, балаларға жаңа мен комсомол жиналысы өткізген өте жақсы болды. Содан жағып комсомолды шақырып алдым. Сонда шығардың алдында мен бұның арты не болып кетеді, айқай төбелес болса қан болады ғой. Жаңағы кімге Бағыт комсомол секретары, мына промыслдың. Айттым, Бағыт айналайын, сен 100 адам пуфайка кигіз,
аяғына керзі сапақ етік кигіз. 1 сағаттың ішінде 100 алып келді. Сонда комсомолдың күші 1 сағаттың ішінде 100 баланы алып келді. Өз басқарып. Осы райкомға мен тығып, отырында тек біздің командамен, егер қырғын тәуелсіз болып жатса, мен шақырамын. Сол жерде біз балалармен тоқтатуымыз керек деп. Сөйтіп барып, сосын балалар жинап, автобусқа отырғызып, үгіттеп, анау котикті алып өзім алып барам, таңертең. Ол өлтіріп тастады, совет үкімет жоқ деп бақырады барлығы. Жоқ, ол котик өлген жоқ. Сосын барып, Қамыскөлге барып, балалардың арасында жаттым түнімен. Түнде қарасам, тарс соғып жатыр. Тоғып тұрып қарасам, жаңағы анау кроваттың темірлерін тартып алып, балғамен, балтамен соғып, жаңағы штыри жасап жатыр екен. Ертең көтеріліске шығамыз, біз ана котикті шығармаса, милицияны жаулап аламыз, Құлсарыға барып атак жасаймыз деп. Сосын айттым, айналайындар, тоқтаңдар. Ана темірді тастаңдар былай. Таңертең Колбин әкімді котикті алып келеді, сосын бәріміз дұрыстаймыз деп. Содан түнімен жатып сол жерде таңертең котикті алып келді. Балалар шулап, қарсылап алды. Сол котик осы жерде қалып, кеше бағыт айтады, қой бағыпты. Қой бағып осы жерде қайтыс болып жерге бітті. От комсомол туралы тек қана бір пример. Басқа примерді енді мен кеше сұрадым. Қазір енді бұрын мен жасаған уақытта бір керемет болғаны, күнде бір қызды алып кешеді, рұқсатсыз. Қыз жоғалды деп. Қазір қарасам, қыздар қазір жоғалған жоқ, өздері күйлері тауып жатыр. Жігіттер қыздары тауып жатыр, қыздар күйге шығып жатыр дейді. Сондықтан ол примерді көп айтпай қояйын. Онда да бір үлкен біз бір жиналыс өткізгенбіз. Сондықтан комсомолдың 95 жылдығы. Мен комсомолға 95 жылға Мәскеуде оргкомитет құрылды. Тежельников, Пастухов, Мишин бастаған. Біздің колледжі деген Қазақстаннан келіншек, соны басқарып 95 жылдың өткізуге. Комсомолда болғандар ешкім ұмытпайды. Мына болып жатқан жағдай Атырауда. Мен сіздерге айтайын, сақ болыңыздар. Мен келген бір мәселе, мен КГБ-ні көптеген жылдар басқарған адаммын. Мына үлкен бір сигнал бол. Енді ешкімге өсек тарату болмайды. Бірақ ана біздің КНБ-ні жарамыз деген хабар келіп, соның 5 адам ұсталды. 16 адам үстінен сот болып жатыр. Соның түбі комсомолдың жоқтығынан, жастардың тәрбиесін болмаған. 21 күні марттың фильм жасалды, хабардан көрсетті. Ол фильмнің аты «Слепая Вера» деп аталады. Мен соны бәрін көрдім. Кеше жасаған балалардың комитеттің офицерлеріне мақтап айттым, рахмет балалар, жақсы жасаңдар деп. Соның ішінде көптеген балалар Құлсарыда. Ағалары, қарындастар, балалар тәртіпсіз болмасын. Мен кеше біраз Измұхамбетпен біраз әңгімелестім. Ол кісі айтады, мен халыққа айтып жүрмін дейді. Балаларыңыз тәрбиелеңіздер, дұрыс болсын. Дұрыс болса, егер нашар болса, ертең тек қана 2 жол, біреу түрме, екінші өлім. Сондай болмайық. Сондықтан сіздерден сұрайтыным, өтінетінім, балалар, немерелер өсіп қалған сақ болайық. Кеше Измұхамбетов айтып отыр, 280 миллион теңге бөлінген екен. Мен қазір сол 1 миллиард ақша бөліп отырмын. Жастардың тәрбиесіне, жастарға жағдай жасауға. Сондықтан сіздерге жақсы амандық тілеймін. Жақсы мына өтіп жатқан манапқа арналған тамаша кеш. Бұл әр уақытта есте қалады. Мұқатов табылды деген манаптың ағасы сәлем айтты. Ол менімен бірге келу керек еді. Кеше бір операция жасап шыға алмай қалды. Сондықтан сіздер барлық жерден келіп отырғандарыңызға мен қуанып отырмын, көріп отырмын. Манаптың есімін солай сақтағандарыңызға біз көп-көп рахмет айтамын. Қазір кімге Нұрсипатқа мен кітап жазғанмын. Соның ішінде Кеңжбой туралы менің мұнайдан өмірім Кеңжбойда басталды деп жаздым. Сол кітапты мен Нұрсипатқа берейін. Қошеметтеп қойып. Мен жаңа айттым ғой, тесікпен бірге істедім. Мен бірге істеген адам, жаңағы старшын сипасы.
комсомолға көп көмектесті. Комсомолда, мысалы, Хрущевтың тапсырмасы келді. Жылой ауданында жүгір өсіресіңдер деді. Жердің бойынан біз комсомолдар шорытып жүгері салдық. Аздап піседі, күн шыққанда бәрі қорап қалады. Соған Шафет ағамыз автобус беріп, жаңағы удобрение беріп, сөйтіп көмектескен, тағы да басқа қойға жіберіп, сондықтан мына Максим Шафиқұлының сіздерге әкім болып келгенде мен өте қуандым. Кеше Мұхамбетовқа айттым, енді басқа аудандарды мен білмеймін қалай шешіп жатсың. Максимді мына ауданға әкім қылғаныңыз бір үлкен дұрыс шешім. Максим деген азамат осы Құлсарда оператордан бастаған. Оператор, старший оператор, инженер, старший инженер, начальник цеха, главный инженер, начальник управления. Содан кейін теңізшевройды ұйымдастырған. Сосын басқа жерлерде болып, мінекей елге қайтып келді. Сондықтан мына кітапты сізге берейін. Кімге? Максимге табыс етесіз. Саған айдалайын, көп-көп рахмет. Құлсары қаласы әкімі Кейкин Шәкір Кейкінұлы келіп отыр екен. Арнайы сахна төріне шақырамыз құттықтау сөз кезегіне. Кештің қонақтары, ауыл ағалары, апалар, бүгін керемет кеш өткізіліп жатыр. Жақсы тілектер айтылып жатыр. Ел ағамыз жақсы әңгімесін айтып, Манап ағамыз туралы жақсы есте қаларлықтай жақсы әңгімелерін айтып жатыр. Енді ол кісі туралы айтатын әңгімелер көп шығар, бәріңіздің де жүректеріңізде із қалдырып кеткен үлкен ағамыз. Ал мына айтқан талаптарын, мана айтқан орталықта үлкен сахнада көрсеткен өнерлерінің барлығын біздер мына экраннан көріп жатырмыз. Мына айтқым келетіні, ол кісі тек өзінің отбасында үлгі болған жоқ, ол өзімен үзеңгілес болған мәдени қызметкерлердің арасында ағартушы саласында болған мұғалімдерге үлкен үлгі болып, сол кісіге қызығушылықпен қараған ағаларымыздан әңгіме естіп отырмыз, сол кісіге ұқсағымыз келетіндей, сол кісіден көп нәрсені үйренгіміз келеді дейтіндей. Мына ағамызбен мен кездескен жоқпын, себебі біздер жас болдық, оқуда болдық, еңбекте жүргенде, бірақ мен өзім ол кісінің баласы Нұрсипат Манапұлымен жоғарғы оқу орнында бірге оқыдық. Күні бүгінге дейін араласамыз. Біздің Нұрсипаттың тұла бойынан көрінген жақсы мінездерін, өнерге деген сүйіспеншілігін біздер Манап ағамыздың қаны және қалдырып кеткен тәрбиесі екені сөзсіз. Сондықтан арамызда ол ағамыз бүгін болмаса да артына өлмейтұғын сөз қалдырған, із қалдырған ағамызға басымызды игіміз келеді. Ал осы сәтті пайдаланып, осы бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан сіздерді барлығын бүгін ортаға жинап, көңілдеріңізді көтеріп, ағамызды бір сілкіндіріп тастап жатқан кеш ұйымдастырушы өзінің баласы Нұрсипат ағамызды ортаға шақырып, алғыс хатпен марапаттағым келіп тұр. Құрметті Нұрсипат Манапұлы, Жылой мәдениетінің ұлыздай ұйыған мәйегінің бастауының бабаларымызды қалыптастырып келген. Кең Жылойымызда дүниеге келген асыл арыстармен, абзал азаматтармен, тума таланттармен біздер мақтанамыз. Осындай азаматтардың бірі ауданымыздың мәдениеті мен өнерін өрге сүйреген ағамыз Манап Ғалимұлы. Ғалимұлын еске алмау мүмкін емес. Манап ағамыз оқу ісінің меңгеруші қызметінен бастап, мектеп директоры, ауданымыздағы мәдениет бөлімінің басшысы қызметін абыройлы атқарумен қатар, ұлттық дәстүрлі насихаттау жұмыстарында жасаған еңбектерін ауданымыздың тарихына орны бөлек екендігі бәрімізге мәлім. Кейінгі ұрпаққа тәрбиелік мағынасы бар, ауыл жастарына үлгі болатындай абзал ағамыздың еске алу мәдени көпшілік шара ұйымдастырғаныңызға қала әкімшілігі атынан өнер саңлақтарының ортаймасын деген тілек білдіре отырып, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Құрметпен қала әкімі. Осындай алғыс хатпен осы бүгін кешке атсалысып жүрген Рауан Айбарымды ортаға шақырғым келіп тұр. Әрине бұл шара бір адаммен бітпейді, осы көпшілік
біздің Нұрсипаттың айналасы мен өзінің жолдастарының арқасында бітіп жатқан шара. Сондықтан рахмет бәріңізге. Осылай аға санаулы елдегі ағаларымыздың еске алу кештерін осындай жиі ұйымдастырып тұрсақ, біздер бір көтеріліп қаламыз. Көп рахмет сізге. Данада Кемеңгерде ең алғаш ұстаздың алдынан өтіп, солардың тәлімін алып, өмірге қанат қақса керек. Ендеше қазіргі Манап ағамыздың осы талай шәкірттері осылай мақтанышпенен артына қалдырған іздерін өздеріне ғибрат етіп алып жатса, одан артық бақыт жоқ шығар сірә. Енді ұстаздың еңбегі орасан зор десек, сондай үлкен келелі істің басында бірге болып, ұрпаққа кемеңгерлік танытудан ешқандай талмай қазіргі күнге осы бүгін ағамыз туралы тамаша әңгімені айтып, сіздерге өткен өмірлердің жақсы бір кезеңдерін айтқысы келіп, осы ортамызға келіп отырған ардақты ұстазымыз, үлкен ұстазымыз Қамза Ғабдолла ағамызды үлкен бір марапатпен, жақсы бір сіздердің шапалақтарыңызбен ортаға шақырғым келіп жатыр. Қымбатты жылойлық ағайындар, мынау қазақта жақсы әкенің абыройы жаман балаға да 40 жыл азық болады деген сөз бар. Олай болса, соның шет жағасын дәлелін бүгін көріп отырсыздар. Мынау Қазақстан Республикасының өнер қайраткері, майталман ұстаз, термеші сазгер Қалимұлы Манаптың 75 жасқа толуы, өмірден өткеніне 20 жыл толуы осындай үлкен шарасына, сіздердің осындай болып қатынасуыңыз, ауданның әкімі мен қала әкімдерінің оны қолдауы, бәрі де әрине сол Манаптың үлкен абырой беделінің арқасы деп мен түсінемін. Егер Манап осындай ардақтауға жатпайтын болса, аудан әкімі, қала әкімі ауыл жұртшылығы қолдамаған болар еді. Ол кезде жаңғыз Нұрсипат осыны ұйымдастыра алмаған да болар еді. Сондықтан да бұл мінекей Манаптың өлсе де артында қалған абырой атағы балдарына, ұрын бұтағына мерейін тасытып жатыр деп мен түсінемін. Мынау Манап екеуміздің өмір жолымыз бірдей. Суын ішкен құдығымыз бір жер. Жалаңаяқ жүрген шағылымыз да жаңа Зақа шақамыз айтқан бір топырақ қой. Ал енді екеуміздің өмір жолымыз өсу тарихымызда былай қарағанда бірдей. Мен де сол қарапайым мұғалімдіктен бастап Манап сияқты мектептің директоры, аудандық оқу бөлімінің мәдениет бөлімінің бастығы болып істеген адаммен көп жыл. Жаңа Орынғали Қарасаев ағамыз екеумізге де мәдениет бөлімінің бастығы болып облыста басқарды. 27 жыл партия совет органында істеген жаңағы жауапты хатшы, іс басқарушы болған кісінің біреуімін. Енді біздер енді мынау алғы ұстаз дейтін халық 45 минутын сөйлейтін халықтарымыз ғой. Сондықтан енді көпке ұзап кетпейін. Сондықтан Манапқа мен бір шағын ескерткіш, балдары төргеліп қойсын деп алып келгеннен бір, соны ғана оқып берейін. Толып атқан отырдыңыздар, шаршап жатқан шығарсыздар. Ой, көздеріңді тастап кеткен екен, ма? Міне жақсы, енді оқуға кішкене қиындау болып жатыр. Мазмұнын айтам ғой енді. Манап өнерді 4-ші класс оқып жүргенде бастады. Мынау Нақиса деген анасы өте еркелетіңкіреп өсірді. Бір семьяда 2 ұл бала, бір қыз бала болды. Мағауи ағасы Мөрбан деген, Мөрбанды білесіздер, атақты халық домбырашысы Ырысбай Қадиевтің жолдасы. Сол 4-ші класс оқып жүрген кезде кішкентай домбырасын иығына асынып, қонаққа барғанда қастарына ертіп барушы еді. Сол кезде алғашқы бастап айтқан өлеңі домбырамен бұл баланың 4-ші класс оқып жүргенде ақ көгершін дейтін өлеңді керемет қылып орындайтын еді. Біз таңғалып қарап отырамыз, мен 1 класс кейін оқыдым. Мінекей сол Манап
Осыдан кейін өзінің туған нағашысы жаңағы насихаттың Сүгірдің ұлы бүкіл термелерін жатқа айтып халыққа паш етті. Өйткені сол Сүгірдің насихаттың туған інілері Қонатырып Фазыл мен Қонатырып Қалидолла менен бірге өсті бұл жігіт. Сол жігіттердің таң атқанша айтатын жаңағы жырларын, толғауларын тыңдап отыратын еді. Біз бірге тыңдадық. Ол насихаттың інілері ғой. Сонда мына басында адамға қонады ғой. Біз бірге қасында отырғанмен біздің басымызға дым да қонған жоқ. Ал соның барлығы манап сол кезде жаттап өсіп, кейін осыны жалғастырған екен. Олай болатын болса, өнер адамы дейтін әр уақытта да өлмейді. Өнердің өзі өлсе де артында ізі қалады. Мынау таулар алыстаған сайын биіктей береді дейді ғой. Сол сияқты манап бауырымыз өмірден өткені алыстаған сайын оның абырой беделі арта береді. Кейінгі ұрпақтарына үлгі өнеге болып қала береді деп есептеймін. Ал енді мына құрметті туысқандар, бүгін осы манаптың абырой беделін асқақтатып, мынау балдардың шақырғанын қарсы алып, бүкіл Жылой ауданының Құлсары қаласының басшыларының келіп көңіл білдіріп отырғандарыңызға біз туысқандар атынан көптен көп рахметімізді айтамыз. Әрқашанда осындай өнер адамдарын құрметтеуде сіздер алдыңғы шетте бола беріңіздер. Енді мына ұрпақтарына айтарымыз айталайын. Нұрсипат, сен үлкен еңбек етіп жатсың. 70 жылдығында да осындай жүгірдің. Өткенде біреу мынау манаптың баласы не адам көшеге әкесінің не портретін салып қойып, мақтанып, мінекей менің әкем деп шауып жүр деп еді. Сонда Қарасай деген кісі айқайдап жіберді. Әкең өлгенде артында қалып, осындай етіп әкеңді құрметті алатын болсаң, саған да халық үкіметін айтады. Жаңыз бала артында қалып әкесін мәңгілік есін қалдыру үшін жүгіріп жүр. Оның несін көрдің сен деді. Дұрыс емес пе? Дұрыс қой. Бәріміздің де баламыз бар. Манапта өліп кеткен артымызда осындай қылып із қалдыратын болса, балаларымызға үлкен рахмет айтамыз. Сондықтан да Нұрсипат айналайын, саған үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Сәлемде тағылымға Зербек үйде отырып оқырсыздар. Зербек, сен енді мынаны үйде отырып оқы, бүгін сен ардақтап қайнаған алдын отырғызып кеттің ғой, қарағым. Тағылымға толы көп әңгіме айттыңыз, сізге көп рахмет соның үшін. Енді мынау жақсының жанында қашанда тек жақсылар жүреді дейді ғой. Ендеше сол өнердің айналасында бірге үзеңгілес болып, қызметтес болып, осындай жақсылықтарды бөле жарып бірге жүрген ағамыздың тағы да бір достарының қатарынан өнер майталманы, күй шебері, зейнеткер Айтбай Таңқыбаев ағамыз келіп отыр. Сахна төріне шақырайық сөз кезекші. Есік алу кеші өзі батыр ғой. Мәкеңнің мені бір білетіні, мен музыка мектебіне осы зейнеткерлікке шықтым. Мына советтік дәуірдің кезінде үгіт насихат пойызы болады ғой жаңағы. Сонда көбіне мына мәкең мені сол домбырашы ретінде жаңағы шақырып алады деді мені. Ал Айтеке, қалай көңілің қалай? Мына шопандардың несінде жаңағы концертный бригадеге жаңағы күйші ретінде мені пайдаланатын еді. Және сондай менің күй тартқаныма сондай риза болатын. Әр уақытта сондай болғысының бойынан бір үлкен бір сыпайылық, жасы үлкен болса да сондай бір мейірімділік, сондай бір үлкен қасиетті мен байқап келдім. Енді мен енді көп жаңағы уақыт алмай-ақ қояйын. Менің енді алдында өлең шығаратын бір өнерім бар еді. Осы Мәкеңе жүрек жарты өлеңімді арнап қазір осы жерде оқып келіп, содан кейін Нұрсипатқа тапсырғым келіп тұр. Жарқырап өттің, күлімдеп өттің өмірден, жүрікші едің ақ-жарқын ашық көңілмен, халқыңа сыйлы азамат болдың ардақты, тек қана өзің жақсылық жақтан көрінген, тілге де шебер сөйлей білдің жандырған, шындықты айттың тыңдаушыңды нандырған, термеші әнші көше деген даңқыңды тастап кеттің ұрпаққа кейін қалдырған. Тақпырлары байқалып тұрды сөзіңнен, мейірім шуақ шашылатын көзіңнен, сүйікті ұлың мәпелеумен өсірген, Нұрсипатым аумай қапты өзіңнен. Зерігің ол өмірлік жарың серігің, оған деген адал болды сенімің,
бір сөзді адамды ұнайтын өзіңе қалайтынсың сыйластықтың бір берігін өзгерте алмас ешкімде кең Алланың шешімін белгілі ғой қашанда ажал жетсе өшуің жойдың қалқа ұмытпай есіне сені сақтайды артыңда қалды мәңгілік аңыз болып есімің. Нұрсипат сахна төріне шақырамыз. Айтбай ағамызға көп рахмет айтамыз. Қадірлі ағайын, мынау қазақта айтады ғой, жақсы ердің атын әйел көтере біліп, әйел асқақтатып, әйел аспанға шығарады дейді. Ендеше сол азаматтың отын жағып, күлін шығарып, көсегесін көгертіп, ұрпағын таратып, онан қалды азаматтық жолына баспалдақ бола білетін үйдегі отырған әрбір азаматтың жары болса керек. Сондай бүгінгі міне сіздердің орталарыңызда жақсы марапат естіп, марқайып отырған, өткен күндеріне қимастық көңілмен қарап отырған Зеріп анамыздың жүрегіндегі толқынысын тыңдайтын сәтте келген сияқты. Сахна төріне Манап ағамыздың асыл жары Зеріп Қарабала қызын шақырамыз. Қош келдіңіз. Мен бір түрлі толып тұрмын, сөйлей алмайтын сияқты. Себебі жаңа әке туралы ән айтылды ғой. Мен айтып жатырмын, бүгін бір түрлі сөйлей алмайтын сияқтымын деймін. Себебі жаңа әке туралы ән айтылды ғой, әкені жоқтап. Сол қатты әсер етіп кетті. Айып етпеңіздер енді. Мына үлкейген сайын махаббат күшейеді дейді ғой. Шалды көбірек жоқтаймын қазір. Соңғы мезгіл. Жас кезде көп білінбейді екен. Бірақ та енді қайтып келетін ешкім жоқ. Алланың ісі, көнеміз. Мен мына атам мен енеме көп рахмет айтқым келеді жұрттың алдында. Өмірден өтіп кетсе де. Осындай азамат ұл туып, осындай дарынды халқына сыйлы азаматты дүниеге келтіріп, оны маған қосақ қылып, семья құрғызып, бізді тәрбиелеп, ұрпағымызды өсіріп өмірден өтті олар. Соған көп рахмет айтам. Бір желеп жебеп бізді, бір аударып жатсын. Енді мен өзі әке көрмей өстім. Соғысқа кеткеннен кейін әкеміз бұл келген жоқ, хабарда болған жоқ. Сүйегінде білмейміз қайда жерленгенін. Сол анамыздың арқасында адам болып өстік, өндік. Мына жерде жалғыз бірге туған апам бар, басқалардың бәрі өмірден өтті, ағамыз да, апамыз да. Сол кісінің тәрбиесінде болып, семья құрғанша. Семья құрғаннан кейін Манап айтатын еді, сен ештемеге ренжіме, ештемені ойлама, атаңды, әкеңді, шешеңді ойлама, себебі олар өмірден өтті. Олар қайтып келмейді. Мен саған әке де боламын, менің әкем әке болады, менің мамам саған мама болады. Мен өмір бойы өмірден өткенше саған қамқоршы боламын дейтін еді. Бәрін жасап өтті. Қатты ризамын. Осындай жолдас тауып, осындай семья құрып, осындай ұлы өсіріп, жаңағы өздерің айтып жатырсыздар, біреу болса да бірегей деп Нұрсипат жаңа қыздарым бар. Соларменен енді өмір кешіп жатырмыз, жоқтаймыз, жоқтағанмен келмейді. Жаңа қамдар айтып жатыр, кішкентай күннен бастап білетіндер. Енді оны мен қайталап жатпаймын. Енді мына алыстан келген ағайындарыма көп рахметімді айтқым келеді. Әсіресе мына Закаш ағамызға, қайнағамыз ғой, енді атын айтып қойғанға кішкене ренжімеңіз, айып етпеңіз. Енді жаңа алдыңызға отырғызып алып келді ғой мені. Үлкен басыңызбен түрлі жағдайларға қарамай, біздің осындай шарамызға болатын уақытта келіп қатынасып, жақсы сөзіңізді айтасыз, ойлай аман жүріңіз. Тік басып, таяқ ұстамай өмірден осылай жақсы
тілек айтуменен өтсін деп айтқым келеді. Сіздің әрбір сөзіңіз түннің бір уағына дейін әңгімелестік. Тіпті ұйқымыз келмейді бұл кісінің әңгімесі тыңдағанда. Оның үстіне мына құдамыз Хамзекең екеуі біріккенде, тіпті екеуі жарысып сөйлегенде біз тек тыңдаушы болып отыра бердік. Енді сіздерге айтатын осындай жақсы сөз айтып ортаға отыратын азаматтарымыз азайып жатыр. Кейінгі ұрпақтар осы азаматтардың жолын қуып, осындай жақсы тілек айтып, ортада үлкен болып өсе берсін деп айтқым келеді. Азаматтар аман болсын. Бәрінде қош келдіңдер енді. Манап әр жерде жұмыс жасады, әр жерден жолдас тапты, ағайын тапты. Мүмкіндік келгендер қатынасып жатыр, мүмкіндік келмегендер жағдайларын айтып, телефон соғып жатыр. Бәріне де ризамыз. Осы қатынасып отқан ағайындарға, құда жекжатқа, көрші көлемге, қыз күйеуіміз бар, бала келіндеріміз бар, басқа туысқандар, атамыздың туысқандары, енеміздің туысқандары деген сияқты жер-жерден келіп жатыр. Қатты ризамын. Бүгін бір түрлі жаңағы өткенде 15 жылдығында да бұрында айтқанмын. Мына ағайындарды көргенде адам бір жасап қалады ғой. Күнде бұндай жиналып кездеспейміз. Енді қадамдарыңа гүл кетсін. Манаптың рухы сіздерде желеп жүрсін. Осында жұмыстас болған, бірге оқыған, бәрі айтып жатыр ғой. Енді бұл жағдайды мен қайталап айтқым келмейді. Бәрі белгілі, бәрі көрдіңдер, бірге жүрдіңдер. Енді не айтам, рахметтен басқа. Тек қадамдарыңа гүл бітсін. Қош келдіңдер бәріңде. Осында ағайындардың бәрі қарап отырса, бәрі келіп отыр екен. Бәріңе де көп рахмет айтам. Тек Мәкеңнің рухы желеп жүре берсін деп айтқым келеді. Көп рахмет сізге. Кезекті өнер шашуына береміз. Кенжебек Күмісбектің әні «Аяулы менің мекенім» орындайтын халықаралық конкурстар мен фестивальдардың лауреаты, танымал әнші Аманжан Басығараев.
қойғандығымыз Қуаныш Бекеновтың кең жыл ойы қабыл. Халық әні кең жыл ойы орындайтын халықаралық шабыт фестивалі, Мұхит атындағы байқау, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы байқаулардың гран-при жүлдегері Қайрат Кәкімов. Ей, жылой біздің елдің
өмірім есімнен кетер емес ай бір отырып жан сәулем ойнап күліп ау шай ішкенім кем жылой әлмедай бастауына түйнегі тәтті дейді аяу тастауына жүрегім оттай лаулабай кете бардау сылдыры естілгеннен ай шашбауыңнан мынау енді келесінде айтарыңыз, мынау Мұхит бабамыздың бір әнін айтып берейік. Мұхиттың әні үлкен айлай. Сахна төріне тағы да жылы ойға келіп отырған жайсан қонақтарымыздың бірі Құрманғазы Сағырбайұлының 175 жылдық байқауының, яғни республикалық байқауының гран-при иегері Ғатау Ібішев ағамыз келген екен. Қарсы алайық ағайын. Құрметті жылойлықтар, мынау екі саланың қайраткері болады. Манап ағамыздың 75 жасқа толуына байланысты және дүниеден өткеніне 20 жылдығына байланысты өткізіп жатқан шараларыңыз құтты болсын. Мынау мен қатты риза болып отырмын. Тек былай келген кісілер емес, арнайы құрметтеп, үлкен кісілер мынау Манап ағамыздың осында өткен өмірін бағалап келгендеріңізге мен ризашылық сезім білдіремін. Енді мына шараны өткізіп отырған айтып жатырсыздар ғой, Нұрсипат қала берді мынау зеріп замандасымыз деп. Бұл шараның өзін тек қана аудан көлемінде емес, бұдан да үлкен деңгейде өткізуге болатындығына мен көзім жетіп отыр. Мен мына Манап деген кісімен бір мектепте оқыдым, арамыз 3 класс болды. Мына төмен кластың балдары жоғарғы кластың өнерлі, сабақты жақсы оқыған оқушыларын қатты құрметтейді және біледі ғой.
Мен енді бұл кісінің әкесі ғалым деген кісінің де болмаса анау Мөрбәні өзімен бірге оқыды, арасы жасы көп болмас, енді апасы болып есептелінеді. Ал мен бұл кісілерді жақсы танимын. Мынау беректе бұл кісі осы Жылойға кетіп қалуына байланысты кішкене арамыз ашып кетті. Сондықтан мен көп араласа алмай қалдым. Бірақ бұл кісінің өнерсүйгіштігінің бір дәлелі 78 жылы Шәміл Әбітаев дейтін бір ғұлама домбырашы бар республикамызда. Сол келіп, сол Шәмілді Рысбай Ғабдиевке өңіне достарда жасайды, таныстырамыз деп бір ұйымдасқанымыз бар. Сонда осы мәкен келіп, Әминолла Бекешев бар, анау банкінің бастығы болды, ұлттық банкінің бастығы домбырашы жігіт. Ол ағасы ғой дейсіз бе? Ағасы болғанда ол күлкөш емес қой енді. Қамзеке. Сосын Райхан Құспанов дейтін бар, ол енді замандасы. Ахметов Төлеген дейтін бір оққан жігіт болып, бәріміз Дастарға бардық. Сондағы мақсатымыз Рекеңменен Шәмілді кездестіру, таныстыру. Шәмілдің жаңа шығып жүрген мезгілі Асқан домбырашы. Сондай шараларға көңіл бөлуінің өзі бұл енді өнер сүйетіндігі. Біз жаңа Қамзекеңде мына Зақанға айтты ғой, бәріміз сол нарының құмында өскен кісілеріміз. Мына Зақаң деген кісі бұл кісі құмда оқыған оқымаған білмеймін, соған кезде осы мектепті 10-шы класты Гурьев қаласынан бітірді. Бірақ сол ауылға қырға барады, қыдырып жүріп, біздің үйіміз Байтөрі Нұғман деген кісімен бір көрші отырдық Зақаң. Сонда мына Зақанға атқа мініп келеді, онда жас 8-ші, 9-ші, 10-ші класты оқушылар болу керек келеді. Сонан білеміз, бұл кісі енді өмір бойы 4 титбағадан маған кісі болу керек, 6 меденмен мектепті бітіріп, жағы институтты, Губкин атындағы институтты бітірген кісі ғой 6 меден. Сондай кісілерді біз ерекше құрметтейміз, бағалаймыз. Енді мына мен көп сөйлемей-ақ қояйын. Мына Мәкеңнің семьясына Нұрсипатқа бір шығарған дискім бар еді. Шығарған өзінің күйлерім бар, ішінде 10 шақты. Сосын Айгүл Үлкенбаймен тартысқан күй тартысы бар. Сосын бір соған байланысты шыққан ішінде негізі нотымен жазылған, бірақ ішінде әңгімелерді бар. Осын сіздерге табыс етейін, ескерткіш ретінде. Зақаң бағана өмірбаяны айтты ғой, комсомолда жасаған деп. Важақ, енді жастарды тәрбиелеу керек, өте дұрыс әңгіме. Сондықтан мына Зақаң дейтінде өте сирек кездесетін кісі. Ал Зақа, сізге де осындай дискімменен жаңа нотаға жазылған, нотаға түскен күйлер бар. Ішінде тартыс күйлер де бар. Күй жақсы тыңдайсыз ғой, мен сізге осында бергім келді. Біз 110 генералмыз, хат жібердік. Бірінші, Бейсекеңнің 90 жылығын ел болып, олыс болып атап өтейік. Екінші, Бейсекеңнің атына бір көше беріңіз. Бейсекеңнің есімін бір бұрыш беріңіз. Сосын Бейсекеңнің екеуміз бірге салған үлкен кембердің зданиясына бюст қойыңыз деп мәселе қойып кеттім. Сол бұна Бейсекең, сосын бұна жақында Нариман деген тамаша ағамыз, енді Айгүлді білесіздер, қазір біздің қазақ халқының Динасы деп жүрген, сол Нариманға байланысты мына Атекең барып, үлкен кеш өткізіп, жаңағы Айгүлмен бірге өте қуанып қалдық. Соған көп-көп рахмет. Сіздерге күй тартып берейін. Күй деген 1000 күй шықты. Күй дегеннің өзі әрбір тақырыпқа тартылады ғой, әрбір жағдайға байланысты күй дейтін тарих. Күйді дұрыстап тыңдап отырсаңыз, солдың ішінде бәрі суреттеледі.
Енді қазір мына Мәкеңе не күй тартам дейтін ойларым, ойыма Махамбеттің Қайран нарын дейтін күйі дұрыс-ау деп есептедім. Қарынбай деген осы жылойдың батырлары ғой. Құрманғазының нағашысы. Бұл үйдің атын екінші қыздан айдың кірім деп атайды. Себебі Төремұрат Құрманғазы келгенде сол қыздан айдайды. Бүгін енді жесір дауы, жер дауы ғой. Сонда кетіп қалған екен дейді.
Бұған дейін де талайлар айтқан, дәл осы сахнада жаңа ғана сонау Алматыдан келіп отырған Закаш ағамыз айтқандай, кемеңгер қасиетті Кеңжылой деп бекер айтылмаса керек. Осы қасиетті Кеңжылойдың өнерінің өрлеуі саласында көптеген қызмет еткен айтулы азаматтарымыз өмірден озып кетсе де арттарына өшпейтін із қалдырып кетті. Солардың бірі үлкен әріптермен тарих бетінде жазылып қалған Тоқсанбай Құлтумиев ағамыз болатын. Ол кісінің де бір рухына қол соғып қошеметтеп қоюға болады. Сол Тоқсанбай ағамыздың құрған ең алғашқы ұлт аспаптар оркестрінде дүрілдетіп, өнер көрсетіп, кішкентай ғана Құлсары, кішкене ғана Кеңжылойды сол атағын аспанға желпілдетіп шығарғандардың бірі, сол оркестрде өнер көрсеткендердің бірі, бүгінгі сіздердің қатарыңызда құрметті қонақ болып келіп отырған Балғын ағамызға бір қошеметтеп қол соғып, сахнаға шақырып, жылы лебізбен тамаша өнерін көрсетеміз. Саламатсыздар ма, құрметті ағайын, құрметті қонақтар. Мына бүгін Нұрсипат ініміз, Зерб апамыз Манап ағамыздың рухына арнап 75 жасқа толуына орай шара өткізіп жатыр. Құтты болсын, оңынан болсын деп айтқым келеді. Бәріңізге де құтты болсын айтамын. Енді азған уақыт болса да Мәкеннің қасында бірге болып, Мәкеннің табақтас болып, дәндес болып бірге жүрдім. Мәкенді бізге алғашқы танысымның өзі, ол бұрынғы ұстаздық қызметтерінде болғанда, ол кісі мына Қарапон Сарған шағында болды, бізде Құлсардамыз, енді ол жағы көп біліңкіремеймін. Сосын мен өзім басқа салада, шаруашылық саласында жұмыс істейтін адаммын. Осы үйге келгесін, Құлсарға келгеннен кейін аудандық мәдениет бөлімін басқаруға тағайындалғаннан кейін, Мәкеннің ең бір шалған қолға алған шаруасы, мынау өнерге өзінің үлкен жаңашырлығы, өнерге сондай қамқорлығы. Мына Тоқан марқұм құрып кезінде ата бүкіл облысқа жайылған, өлкеге жайылған оркестрдің соны қайтадан қалпына келтіріп, соны қайтадан мына халыққа көрсетіп, соны қайтадан жандандыруды қолға алды. Сол оркестрдің бұрынғы 90 марқұм кезінде біздер бұл уақытта мектеп бітіріп жатқан, сол уақытта қатысқан жігіттерді, сол оркестрдің мүшелерін өзі аяқтай жүріп жинап, өзі аяқтай сол бәрін шақырып, осы оркестр қайткенде бұрынғы қалпына бұрынғы дәрежесіне жеткізейін деп көп еңбек етті. Сол қыста бастап, осы жұмыста отырған жерімнен менің өзі аяқтай іздеп келіп, осы Балғын дейтін жігіт керек еді деп іздеп келіп, сол осындай шараны қолға алып жатырмын. Осыған маған ат салысыңдар, маған көмектесіңдер деп, сондай қолға салып келгесін деп, біздер бәріміз соған қуанып қарсы алдық. Құтпен содан 5-6 ай өткеннен кейін бұл кісінің енді басқа мәдениет саласында мәдениетпен мына мәдени шаралармен халықты, аудан халқының еңбекшілерін қамту саласында басқа жұмыстар өз алды. Тек қана осы мыңазен тұрған осы оркестрді қайтадан халықты танытып паш ету жөнінде жасаған жұмыстар. Жаз айында осы оркестрді Алматыға апарып, мына телевидениеге түсіріп, бүкіл республика халқына көрсетуге, соған мен жаңағы телевидениенің кісілерімен солармен келістім. Енді осы ауданның басшыларымен келісуім керек. Сондай қарекет жасаймыз деп бәрімізге айтып, соған дайындықтар кірісіп кеттік. Енді ол уақытта жаз айларында мына шаруашылық басшылары дейтін үкіметтің жоспары бар. Ол заң орындау керек. Сенің домбыраң, сенің концертің оларға көп батпайды. Жандарында кейбір ірі басшылар бар. Анау-мынау принципиалды басқалар деп айтты. Сол барлық сол мекеме басшыларының алдынан өтіп, ол күндегендердің жаңағы бір райком бірінші қатысына барып, соған жүгіріп, осыге соның бәріне келістіріп, сол 40-50 адамды Алматыға апарып, телевидениеге түсіріп кетті. Алатау дейтін программаға, осы мені қалдырмайды, жаңағы осы сен осы неден жеке күй тартуың керек деп. Бірге алып жаңағы бұл уақытта айтып отырмын, басқа дейтін
сенімге концерттің домбыра жасап отырсақ, құлағын орны көріп, соны үлкен қиындықты, соны 40 адам деп сол Алматыға апарып сол жүріп қайтқан өзі осы еңбегінің өзі үлкен болды. Зор еңбек жұмыс деп есептеймін. Аға, сен де бір күй орындап бересің деген, қазір сол бір күй орындап берейін. Құрметті бүгінгі кешке жиналған қонақтар, қадірлі ағайын, бабалар айтады екен, артыңа ұлағатты із тастап кет, ескеріп елеп жүрер көз тастап кет, кейінгілер үлгі қылып айтып жүрсін, көрнекті көзге түсер сөз тастап кет деп. Ендеше осындай тамаша ғибратқа толы ғұмырнамасын бүгін тағы да бір сіздердің алдарыңызда електен өткізіп, тағы да бір марқайып жатқан сәтімізде, бүгінгі ата жолын, әке ғұмырын өзіне үлгі етіп, сол әкеге деген оның бойындағы асыл қасиеттерін өзіне сіңіріп, әке рухының атына дақ түсірмеймін деген тамаша сертті жүрегіне кілтетіп орнатқан Нұрсипат Манапұлына бүгінгі Манап Ғалимұлының еске алу, яғни жүректе мәңгі есімің атты кешті ұйымдастырған үшін Жылой халқының атынан да бір алғыс айтып қойғымыз келеді. Әрине бұл әке рухын жаңа ағаларымыз айтқандай ұлықтап, оның есімін өшірмейтін, осындай артына ұл қалдырып кеткен Манап ағамызда үлкен бақытты әке екен деп отырғанда боларсыздар. Бұл орайда менің айтпағым осындай болашаққа үлгі боларлық, осындай мол мұраны насихаттап жүретін ұлдары барда Манаптай әкелеріміздің өшкені жанып, өлгені тірілді деген осы. Тағы да тамаша осындай орайлы кештерде кездескенше күніміз ашық, түніміз тыныш болсын ағайын, жарқын күндерде жарқын жүзбен кездесейік. Қош, сау болыңыздар.